Интернеттен діни білім алу аса қауіпті. Ақпарат ағымы нақты шегі мен шекарасы жоқ сұрапыл күш. Әсіресе діни білім алу тұрғысынан алғанда ғаламтордың қауіптілігі жоғары. Сондықтан болар, бүгінде рухани ілім беріп, діни сауат аштырамыз деген шетелдік күмәнді топтардың жалған жарнамаларына алданған жастар көп. Дінді ізгілік деп таныған жастардың дені әуелі интернетке жүгінеді. Мен мұндалаған ақпараттың дұрыс, бұрысын дегеннен айыру әсте мүмкін емес. Ақыры талдамай жеген тамақтай санаға у болып жайылып, талайды түзу жолдан тайдырып жатыр. Діннің дұрысы қасиет, бұрысы қасірет. 21 ғасырдың басынан бері әлемде 72 мыңнан астам террористік акт жасалған. Онда 170 мыңнан астам адам қайтыс болды. Бұл нені көрсетеді? Сананың саяздығын, түсініктің таяздығын мегзейді. Діни ақпаратты талғамай тыңдаудың, тексермей ерудің соңы осындай қорқынышты көрсеткіштерге әкеп соғуда. Біліңіз, ғаламтор діни ілім алуға мүмкіндік бергенімен сенімді ақпарат көзі бола алмайды. Сондықтан сараланған ақпараттарды тек ресми органдар мен сенімді сайттардан ғана алған жөн.